Бүгін үйде отырсам, осындай гүл келіп тұр. Әдемі мындай нәзік гүл келіп тұр. Кеше осындай гүл келген. Қызық, қашанға дейін жалғасады екен. Бірақ гүлге талғамы жақсы екен. Ал достар, мен үйге кіріп жатырмын. Шынымды айтсам, бүгін күні бойы үйде болып, таңертеңнен бастап сабақ оқыдым, және бүгінгі тақырып маған өте қатты ұнады. Осы уақытқа дейін мен 2 сабақты өткізіп алған болатын. Үй тапсырмалары жиналып қалыпты. Оның барлығын ертең міндетті түрде орындаймын. Ал бағана сол сабақтан кейін бірден барып фотома да түстім, құжаттарымды толтырдым. Және өте тәмді тамақтандым. Бетанганың тамақтары маған өте қатты ұнайды. Украин тағамдары ең мықты дайындалатын орын ол бетанга. Дәм татып көріңіздер міндетті түрде. Борщтары ерекше. Қазір мен киімімді ауыстырамын, кішкене беговая дорожкада жүре тұрамын, содан кейін жуынып шайынып жататын боламын. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін бізге негізінде 6 ай, білесіздер ғой, иә? Біреулер есіме салып жатыр, сен кеткен жоқсыз ба деп ұмытқан жоқ, майындамаңыздар, бірақ біз үйдің шаруасымен жүріп, әзір түсірілгенге қалдық, енді ертең түсіріп, күшті. Біз ойлап жатырмыз папасы екеуміз, ертең может көрсетеміз деп, иә? Аңсардың бетін жаппай ертең салатын боламыз, құдай қаласа. Так что ертең күшті бір рилспен кіреміз. Аңсардың түрін көрсету ғой, самый күшті рилсы. Ал достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен осылай сөйлесіп, әңгіме айтпағалы біраз уақыт болды. Негізі Новый год дедік, праздник, одан кейін қонақ шақыру, Ақтөбеге келгеннен кейін қонаққа бару, туыстарға бару деген сияқты оның бәрінен қол тимей қыдырудан енді ғана босап өз-өзіме келіп жатырмын. Енді жұмыстар басталып жатыр жайлап, және де өзімнің ағылшынымды қолға алып жатырмын. Енді алдағы уақытта шетелге шығу деген сияқты жоспарларда болғаннан кейін міндетті түрде ағылшынды қолға алу керек. Өйткені практиковать етіп отырмаса, всегда ұмытасың да. Алдағы понедельник күні бірінші урок басталатын болады. Сіздермен барлығын бөлісіп отырамын.